Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге анемия жайлы ақпарат бермекшімін. Анемия дегеніміз эритроциттер мен гемоглобиннің қанда азаюы, ал гемоглобиннің қызметі тіндерге оттегіні тасымалдау. Егер анасында жүкті кезінде анемия болып баланы босанған болатын болса, балада да анемия болады. Себебі бала құрсақта жатқан кезде жүктіліктің 3-ші триместрінде анасынан темірді өзіне жинай бастайды. Ал егер анасында анемия болатын болса, онда бала өзіне бұл темірді жинай алмайды. Сондықтан да балада анемия болады. Және мерзімінен ерте туылған балаларда, яғни шала туылған балаларда да анемия болу қаупі жоғары. Өйткені олар жаңағы темірді анасынан ала алмайды. Бала дүниеге келген соң темірді ана сүтінен ала бастайды. Ал ана сүтінде темір жеткіліксіз болады. Сондықтан бала өзінде жинаған қорды пайдалана бастайды. 4 айға қарай осы темір қоры азаяды. Сондықтан да 6 айда балаға прикормды кешіктірмей бастаған жөн. Енді темір жетіспеушілікті анемияның белгілері қандай? Ең алдымен баланың тәбетінің төмендеуі. Және терінің түсі бозғылт, құрғақ, еріндері жарыла беретін болады. Тырнақтарының пішіні өзгереді. Сынғыш, тырнағында сызықтар пайда болады. Шаштары да түсуі мүмкін. Және бор, тас, топырақ, қағаз жеуге әуес болады. Бала қырсық, мазасыз, жылауық болуы да мүмкін. Және баланы бас ауыру, бас айналу және сабақтағы үлгерімі төмен болуы да мүмкін. Және есте сақтауы да төмен болуы да мүмкін. Өйткені миға оттегі жетіспеуінің салдарынан. Және бала жиі ОРВИ-мен де ауыратын болады. Және бала жылаған кезде көгеріп те кетуі мүмкін. Егер осы белгілер балаңызда бар болатын болса, қан анализін тапсырғаныңыз абзал. Қандай анализ тапсырған жөн? Жалпы қан анализі барлық көрсеткіштермен бірге сары сулық темір, ферритинді тапсырған жөн. Және басқа анемиялар бар жоғын анықтау үшін фолий қышқылын және В12 витаминін де тапсырған жөн. 4 және 6 ай арасындағы сәбилерде физиологиялық анемия болады. Яғни оны емдеудің қажеті жоқ. Осы анемия патологиялық анемияға айналмау үшін балаға қосымша тамақта 6 айдан кешіктірмеу қажет. Анемияны емдегенде темір сульфатты препараттары қолданылады. Дәрілерді ішіп жүрген кезде 1 айдан кейін анализ тапсырасыз. Егер көрсеткіштер қан анализінде көтерілмесе, онда басқа дәріге ауыстырылады. Темір препараттары кем дегенде 3 ай ішіледі. Темір препараттарын өз бетіңізше қабылдаудан аулақ болыңыз. Өйткені ол препарат баланың салмағына қарай және анемияның дәрежесіне қарай тағайындалады. Балаңызда анемия болмас үшін ешкі сүтін және сиыр сүтін 1 жасқа дейін бермеңіз. Себебі сиыр сүті мен ешкі сүтінің құрамындағы белок ішек жолдарының шырышты қабатын зақымдап, қансырауға алып келеді. Сиыр сүтіндегі темір ағзаға сіңбейді. Сиыр сүтіндегі кальций мен казеин басқа тағамнан түскен темірді сіңіруге кедергі жасайды. Сол үшін 1 жасқа дейінгі балаларға сиыр сүтін, ешкі сүтін мүлде бермеген абзал. 1 жастан асқан балаларға тек 200-500 мл 1 тәулікте беруге болады. Темір препараттары кальций препараттарымен және құрамында кальций бар тағамдармен бірге қабылдағанда сіңбейді. Яғни сүзбемен, сүт, айран, йогуртмен бірге бергенде сіңбейді. Сондықтан да оларды 2-3 сағат кейін немесе бұрын берген абзал. Және шай, кофе, ішімдіктермен де сіңбейді. Темір еттің құрамында, теңіз өнімдерінің құрамында, сұлы ботқасында, арахис майында, қара шоколадта және суда піскен жұмыртқада өте көп. Сондықтан да осы өнімдерді күнделікті тамағыңызда пайдалануға тырысыңыз. Егер анемияны өз уақытында емдемесеңіз, жүрек ауруларына алып келуі мүмкін. Себебі анемия кезде жүрек боз қанды айдап, жүректің көлемі ұлғаюы мүмкін. Егер видео пайдалы болып ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.